Ассаламу алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова çalışan ve шымдықыда қаға бойлы мәлімат. Сонки сутка девамында не қадар қырымлы хасталықтан тедавиленді. Федераль мақсадлы программа бойынша 30-ға яқын объектінің құручылығы тоқтатылды. Қырым Федераль университетінде COVID-19 хасталығының көзету меркезі açıldı. Николаевкада ялы кенары вераны тілі. Китапханечілер yüksek hazırlık nizamında Озен ат байрамыны насыл қайдаттылар. Бір күн ішінде Қырым тебежілері 24 адамны ковид хасталығындан соң евге қайтардылар. Бұл уақытта эркун кечірілген брифингнің иштиракчылары хабираттылар. Матбуат конференцияның тafsilatlары бізім левхамызда. Қырымда сонки сутка девамында коронавирусы тешкермек үшін 578 проба алынды. Олардан 6-сының нәтижесі музбет чықты. В городе Симферополе 3 очага, 3 случая, город Алушта 1, Феодосия 1 случай и город Евпатория тоже 1 случай. Все лица были ранее, контактировали в очагах, которые ранее были выявлены и зарегистрированы. Все 6 лиц госпитализированы в условиях инфекционного стационара. Шымдыки вақытта хастаханелерде 168 адам тедавилевны девам этейлер, олардан 4 ағыр алды. 3 из них находятся в реанимации Симферопольской городской клинической больницы номер 7 и 1 пациент в Евпаторийской городской больнице. Кроме того, 120 пациентов средней степени тяжести и 44 пациента в удовлетворительном состоянии. Роспотребнадзор регионлара идаресі прокуратура органларының бераберлікте çalışып башлаған müessislerinin тешкірівіні девам етелер. Бахчисарайским районным судом принято 3 решения о приостановлении 3 субъектов деятельности на срок 30 суток до устранения всех необходимых нарушений. Қырымда коронавирус хасталығы юқанлары сайысы 355-ге жарты. 11 кіші вефат етті. Эпидемиологик вазиет мүшкілмесін деп Қырым акимиеті жема топланған ерлерде маскалар кемеге ве өзара месафе қалдырмаға тепсие етелер. Эльмаса Блакимова, Руслан Минаев, Миллет Ичум. Қырым акимиеті Русия реберлігіне туризм сасының іші бойынша өз тәклифлеріні юлады. Бұл уақытта курорт ве туризм везірлігінің матбуат қызметі білдірді. Қошма ярдым үшін бір sıra teklifler бақылды ве Роспотребнадзор идарелігі қойған сынырларға көре ола білежек ве ола білмейжек вазиеттерінің көзге алдық. Бұл сырада бір қаш теклифімізні федераль севеге чықардық. Ендіден Русия Федерациясының акиметінен айры меселер бойынша жевап беклейжекміз. Бөлі қырарына Ахмезжете өткерілген онлайн-конференциядан соң чықардылар. Иштиракчылар курорт мевсіміне азырлық бойынша шартларыны ве бұл елі насыл чарелер бақылған соң олачағыны музакире еттілер. Мы понимаем то, что в нынешние условия необходимы существенные изменения требований к открытию объектов для того, чтобы в принципе говорить об этом. Взят лак временной в несколько дней для того, чтобы отработать с федеральным центром. И буквально в пятницу-субботу мы проводим еще один ВКС, на котором будут уже конкретные решения по тому, как и что, будет ли возможность запустить в сезоне 2020 года. Шымда Жұмхуриетімізде туризм сасына көрсетілген сыңырлар девам ете, май сайында олған байрамлардан башлап, башқа регионлардан келген мұсафырларына пара төленген обсерваторға юлайлар. Решение продиктовано соображениями безопасности. Безопасности жителей Крыма, безопасности туристов. Мы снова и снова говорим то, что сейчас в режиме повышенной готовности не нужно приезжать в Крым без особой необходимости, потому что вы в обязательном порядке будете отправлены в обсерватор. Это нужно для того, чтобы иметь возможность спланировать и провести летний период и оздоровить, соответственно, и жителей Крыма, и его гостей, которым мы тогда, безусловно, будем рады. Қырымда федераль мақсатлы программаның 27 объект чешы себеплер бойынша консервация тілівге азырлана. Бұақта Девлет Милетлер ара комитетінің рейсі Альберт Кангеев Жұмхуреттегі муниципалитетлер ве везірліклер векілерінен кечірілген видео топлашув девамында білдірді. Топлашувның әсас мевзусы Қырым вяқярда федераль мақсатлы программаның амелге кечірілігі олды. Мы попытаемся во всех этих вопросах разобраться и принять управленческие решения, чтобы та программа, которая была запланирована на 2020-2022 года, была реализована в полном объеме. Хатырлатамыз федераль мақсатлы программа бойынша 16 объектінің құручылығы екінленді. Еді объекте құручылық монтаж ішлер алып барыла, 40-тан зиядесі үшін лейхалар азырлана.
Қырымда коронавирустан зарар көрген мөссеселерге қол тұту программасы әмелге кечірілі. Аризаны санайын кеша фондының электрон почтасына йоламаға мүмкін. Бұйық фирмалар айлықлар төленуіне ве мальземелер сатын алуына енді имтиязлы кредитлер елде еттілер. Саде олмаған иқтисади деварде ярдым көстерілігі ақында бізімлі қамызда. Бу Кырым муэссеселеріндегі маден ишенілген цех. Бутун Кырым самоизоляциясы иш низамны денишмелер кірсетті. База хадемлер евден чалышалар, башқалары есе тезиялар, башында туралар. Пандемия шарайтінде заводның келері 80%-ға ексілді. Реверлер айтқаларға пара етішмегені дуйдылар. Иқтисади ақбиетлер инлюві бойынша имтиязлы программа ярдым еті. Жұмхуриетіміздің елбасшысы Берген Авали бойынша Мали региональ бюджеттен айрылды. Эти деньги, которые сейчас нам выделяет государство, это можно сравнить как прививка против вируса. То есть, если бы мы эту прививку не получили, то мы, наверное, выздоровели, но болели долго. Кредитні сәделештірілген схема бойынша қысқа мудетті елде етмек мүмкін. Программа елверішлі шартларыны берем. Основная сумма займа может быть в диапазоне от 500 тысяч до 25 миллионов. До 1 миллиона сумму можно получить без залога. От 1 до 25 с залогом. Условия по предоставлению займа: первый год 3%, второй год 5%. Выдаются на 2 года. Кырым истесалында бұйық шіркетлерінден бірісі 25 миллионлық кредит елде етті. Заводның эссациялары, гемін құруcılığı ve электротехник енелешідір. Параларны модернизация ve айлықларға еланылacak. Енді майысының соңындан оларны төле башлайжақлар. Это уже 4-й договор, который мы подписываем. В общей сложности сумма поддержки составляет на сегодняшний день 85 миллионов рублей. Завтра мы подписываем еще один договор займа и уже превысим сумму 100 миллионов. Иш низамны доғыртмақ ве велке көлемге қайтмақ. Шымды бұл муэссесінің эссас мақсадларыдыр. Все будет зависеть от того, как смежные отрасли быстро войдут в рабочую колею. В принципе, мы готовы уже с июня месяца наладить свою деятельность в полном объеме. Devlet kol tutuvunu elde etmek için arizalar kabul etilivi. Devam ete olarını sanayi inkişaf fondunun elektron poçtasına yollamağa mümkün. Endi ikinci nevbet şekilleniyor. İş adamları federal büdjetten yardım alabilirler. Elmas Ablakimova, Diana Bekmambetova, Vitaliy Golubov ve Dmitriy Nizavoy. Millet için. Коронавирустан бұттынлей арынмақның чәресі yok. Біраз вақыттан соң о сәкенлерші рама популяциясы епсі бір қалар. Более нәтижелерге Вернадский адына Қырым федераль университетінің алимлері келділер. Сергей Аксеновның емері бойынша Али оқу вертінің базасында COVID-19-ға қаршы мониторинг вечерелерге қиметке су меркез açıldı. Пытаемся отладить диагностику с использованием ПЦР, там оригинальный метод. И вот по остаткам вируса, который может присутствовать в крови, да, его осколки РНК, то можно собрать такую более большую молекулу, и которую возможно определить. Это будет такой, очень интересный прорыв, можно будет говорить, на мировом уровне, если, в общем-то, мы подтвердим эти предварительные результаты. Меркез уч yönelişte çalışa bu tebiyet, iqtisadiyet ve riyaziyat. Bundan gayrı büyük dikkat yanı koronavirus hastalığının diagnostikası ve tedavilenuvine ayrıla. О коронавирусе мы ничего не знаем. Как только мы точно будем понимать, как он распространяется, каким образом изменяется, каким образом правильно лечить. А для того, чтобы ответить на эти вопросы, нужны точные исследования. Оқув муэссесиясы алимлер сайысына арттыруына қол тұтқан тешебесшілер группасындан бұрадыр. Жұмхурет елбасшысы Қайдеткен Акаба Ярмада Қырымдаки федераль университетінің бойық елмей ве зиялылар имкенларына эсаслана. Июнь айының бұрынден майы документы адлы мерkezлерде 16 яштан 18 яшқа же балалар үшін тазминатлар берілівіне аризалар қабыл етіліп башлайжақ. Бірінші параларына ана бабаларға июньнің 15-інде кечірежеклер. Евелден язылув майысының 29-ында açılacaq. Ариза язмақ үшін Русия Федерациясы гражданның паспорты, doğuv ақында шәдетнемесі, баланың паспорты, қайда тілуі ақында шәдетнемесі олмақ керек.
Қырым түбетчелері Чтимай Сави Роспотребнадзор идаресінің қадимлері үшін жемат нақлетінде бедава қатнав елінің сонуна жедевам өттірілді. Қырым Девлет шырасының топлашывы кеті шатында Қырымда шаған гражданларға Чтимай дестек черелер ақында Жумхури қанунға денішмелер көрсетілді. Қатырлатамыз евелері бұл қарарға Қырым Жумхуриетінің елбасшысы Сергей Аксенов қол тұтты. Нақлет шіркетлеріне бұл параларны қайтармаға сөз берелер. Қырымда Мұстафа Джемилевге қаршы жинай ішінің бақылуы екунденді. Бұақта Қырым Жумхуриеті Яхяр шері бойынша çalışқан тақиқат комитетінің баш адресі хабер ете. Русияда сақы тілген меджлесінің сабық рейсіні Русия Федерациясының жинай кодексінің үш мадесі бойынша қабатлайлар. Оларның арасында арбей едеклерінің қанунсыз сатылмасы ве сақлануы, ату вселясыны кереклі кабы сақланылмағаны ве Русия Федерациясының сыңырны қанунсыз кечілів кабы қабатлар бар. Шымдықы вақытта жинайшының мальзмелері Қырым Жумхуриетінің прокуратурасына юланылды. Қарасу базар районының сәкенлері қафлы алкоголь ечімлігінің япылығы ве сатылығында қабатланып, махкемеге желпетілежеклер. Ерлі еш адамы ве оның қадимы спирт ечімліклер истесал етілігінде ве сақланылығында қабатланалар. Мақсыз истемалчыларының сағлығы ве умыры үшін қавсыз дегіл 2020 сененің январайында еркішы весіғалары олмаған 30 литр алкоголь ечімлігіні сатын алды. Чешетшелер қошып, о ечімлікні фарқлы ярлықлары олған шешелерге төкейді. Сурагатының сатылуына еш адамы өзінің ашайтмалар түкенінде çalışқан қадимыны желпетті. Қадын сақты спирт ечімлігіні өзінің еш ерінде сатайды. Николаевка қасабасындаки пляжларының эксири қысмы қазайы алда. Көмемуреті бұл меселенің оғын алмаға весәліні қавелештірмеге тұрыша, ама күчлі фортуна бұна кедерете. Мухаммед Зекиряев меселенің тавсилатларына біле. Игорь Терлецкий өз достарының хомшы койден Николаевкаға ратланмаға келді. Пляжларының қошнуды дегілі мұнда кезмек үшін ер йоқ. Ялыда олған бұйық ташлардан язда ювынып оламайсын, дей. Пляжа здесь нет, как видите, то есть ступеньки, скалы. Вот то, что его ремонтируют, я не знаю, это походу никак не влияет, но пляж на самом деле исчезает довольно-таки давно. Вот. Но купаться здесь невозможно, потому что везде просто, скалы, вы сами видите, камни. И как бы пляж в запущенном состоянии, мне кажется, это не только мне не нравится. Я вот только что искупался, и многие ощущают до сих пор эти осколки от скал. Николаевканан кой мемуриеті федераль малие алмаға үмітеті. Ребернің айтқанла көре тек оларның ярдымынен пляжны құрмаға мүмкін олacak. У нас от поселка Берегового Бахчисарайского района до села Фрунзе Сахского района пляжная линия 7 километров. Поэтому нам, конечно, своими силами администрация Николаевского поселка тяжело содержать такие расстояния и обеспечить берегоукрепительные работы. Это только необходимо федеральные программы. Бұл ерді территорияларына кираға алған адамлар пляж ювылмасын деп далға кескен иншаатлар құрмақ керек деп айталар, ама бұңа пек чоқ пара керек. Мы проводим все мероприятия, которые связаны с берегоукреплением в рамках наших финансовых возможностей. Но с природой, конечно, тяжело поспорить, потому что все берегоукрепительные работы, они очень значительно трудоемкие и финансово требуют больших финансовых вливаний. Бұл қышта күчлі далғалар пляжны юмақтан ғайры яланы пекеткен шейлерні бозды. Вот на данный момент проведены работы по восстановлению. Вон там дальше вы видите, упали эти лестницы, они были подняты, значит, забетонированы, проармированы, и береговое, значит, гидротехническое сооружение были восстановлены. Шымды койны курорт мевсіміне азырлайлар, ерлі сәкенлер бұға құланалар. Вся наша жизнь проходит от сезона к сезону. Немножко были расстроены все эти годы, то, что пляж не убирался, толком не облагораживался. Но вот с этого года явно заметно движение вперед. Будем надеяться, что к сезону пляж будет готов. Ишлер геже кундуз алып барала. Эркез туристлер келмесіні беклей. Сделана дополнительно очищенная территория, где будут находиться бунгало, раздевалки, скамеечки, мусорки, туалет, детские площадки,
чтобы люди отдыхали. Также на пляже будут стоять шезлонги. Все это будет в расстоянии, предусмотренном нашим государством. Меморият векиллері қайтыткенлері кабар атлық еріні құртармақ үшін миллионлар дегілді миллиардлар керек. Олар үмітетелер бөлі малия федераль бюджеттен айрылар. Мухаммед Зикриев, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Алупка паркы ве Масандра сарайына бақан территория зиярет үшін açılды. Машымдылек бірқач сыңыр бар. Объектлер территориясында суткада бір керек кірмеге мүмкін, анда тек маскаларда ве ең чоқ 3 саат болынмақ мүмкін. Cumhuriyetimizin Medeniyet Vezirliğine bergen emiri Alupka Saray Park muzey құрығының сайтында нешіратылды. Бүгін Rusya kitapxaneleri xadimlerinin ihtisasi bayramıdır. Onu ersene mayısının 27-sinde kaydettiler. Devlet seviyesinde bayramı 1995 senesi tesis ettiler. Ahmezjet'in en büyük kitapxanesi hakkında Sultaniyesi Takayeva tarif edecek. Озының ихтисаси байрамыны Светлана Родионова иш ерінде кечіре. Бүгін китапханенің яш хадимыны угреті. Китаплар не ерді ерлешкені, оқойжыларға насыл қызметлер берілгеніні бе не вақыт ішке келмек кереклігіні аңлата. На работу мы приходим первая смена к 9, вторая смена к 10:30. Франко адына Джумхури китапханеде Светлана 8 жылдан берле чалыша. Бұл вақыт давамында енді эпосы бөліклеріне угренді. Яқында есе 85 000 китап олған бөлігінің ребері олды. Каждый день отдел посещает около 100 человек. Это и постоянные посетители, и те, кто приходит в библиотеку первый раз. На данный момент, конечно, количество чуть-чуть уменьшилось читателей, но в целом люди приходят и интересуются в основном на данный момент художественной литературой. Китапханенің зенгін тарихы бармында атта музей одасы açılды. Оқойжылар, уникаль весиқалар, хадими китаплар, хадимлердің вереберлердің фоторесімлерінен танышалар. Концепция музейной комнаты такова, что на каждом стенде мы отразили количество читателей, кто руководил библиотекой, книжный фонд, штат библиотечных работников. Бусене хадимлер музейны да мираклы экспонатларнен толдырдылар. Бұл стенте Владимир Путинны жемиетчилернен корешкенінің фоторесімлері. Вебір нұсқада олған тақвим тура. Литература в деталях. Такого календаря нигде вы не увидите, его просто нет. Где наши дизайнеры и издатели, и сотрудники, мы саккумулировали книги и содержание их передали через детали. И вот эти детали, это не просто детали, это детали, которые мы брали в музее города Симферополя, у частных коллекционеров, приносили наши сотрудники. Джумхури китапхане бутек китап оқув ерідегіл. Бұл бутонли медени меркездар. Чешет авеслеклер бойынша 14 клуб чалыша. Оқойжыларына желп етмегічон интерактив тедбірлер, мастер-класслары век квестлер кечіріле. Санат одасы да популяр сайла. В данном случае все желающие посетители могут познакомиться с выставкой замечательного человека, книжного графика Заремы Тросиновой. Систематически в нашем отделе проходят выставки мастеров как крымских, так и зарубежных, мастеров декоративно-прикладного искусства, живописи, графики, фотографии. Тедбірлер салонында есе байрам шерифіне бағышланған селектор топлашып кече. Русиялы китапханежелеріні онлайн форматта мемлекетнің Медениет везірі хайырлай. В учреждениях по всей стране трудится 120 000 специалистов, которые с трепетом и уважением относятся к книге, великому достоянию, без которого невозможно представить культурный и научный процесс. Бүгін мұнашымды башланды бұл конференция, ве бізім министр Ольга Любимова хайырлады, ве башқалары да қошылып, бізлеріні эпімізні хайырладылар бізім профессионал байрамымызмен. Мөсседе юзден зияде мутехасыз чалыша оның фондында 1 миллионға яқын нешір бар. Бұл сене бұйық китапхане өзінің 100 еллығыны қайдетежек. Шымды енді китапхане юбилейге азырлық көре көзде тантаналы байрам кечірілежек. Оқойжыларға файдалы ярышлар, хадимлерге есе илми конференция тешкілетілежек. Султанияси Такаева, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Шымдығы да қаға бұл епсі қаберлер. Кележек айнымызны 21 бұчықтақа чырманас қайырлы ақшамлар.